16-шы практикалық сабақ. Махмуд Қашқари, тұңғыш филолог ғалым. Жоспар. Махмуд Қашқари өмірбаяны. Махмуд Қашқари шығармашылығы. Қашқаридің әлем картасы. Еңбегінің ерекшеліктері. Махмуд Қашқари туралы пікірлер және қорытынды. Махмуд Қашқари. Махмуд Қашқари 11-ші ғасырда өмір сүрген. Түркі әлемінің тұңғыш филолог ғалымы. Түркі тілдерінің жүйелілігін зерттеген ұлы тұлға. Оның басты еңбегі Диуани лұғат ат-түрк. Түркі тілдердің алғашқы сөздігі әрі энциклопедиялық туындысы. Ыстықкөл маңындағы болған Барысхан қаласында әскерилер отбасында дүниеге келген. Қарахан әулетінен Қашқарда, Бағдатта білім алған. Византия, Түркия, Қытай және басқа да елдерді аралаған. Түркі тілмен қатар араб, парсы тілдерінде де еңбектер жазған. Ол Қашқарда алған білімін одан әрі толықтыру мақсатымен Бұқара, Нишапур, Бағдат қалаларында болды. Өз заманының аса білімдар филологы, тарихшысы, этнографы, географы ретінде танылды. Махмуд Қашқаридің шығармашылығына келетін болсақ, бәрімізге белгілі Диуани лұғат ат-түрк. Бұл шығарма ең ұлы шығармасы болып табылады. Онда көшпелілердің ой әлеміне қатысты тамаша мұра жинақталған. Бұл тамаша энциклопедиялық туынды 1072-1078 жылдары Бағдатта жазылған. Түпнұсқасы жоғалып кеткен. 1206 жылы Абул Фатх жасаған жалғыз көшірмесі Стамбулда сақтаулы. Толық нұсқасын қазақ тіліне Егеубаев тәржімалады. Өлеңдері қазағым, түңілмедім және де басқа да өлеңдері бар. Мақал мәтелдер. Тай өссе ат тыныс алады, ұл өссе ата тыныс алады. Ашу қысса ақылың ғайып болады. Қалың беріп қыз алар, керек нәрсені қымбат болса да алар. Нақыл сөздері. Дос адам маңайыңдағы жұмақ етер. Маңайыңды жұмақ етер. Жасауы мол келіннің күйеуі жуас келеді. Бақыттың белгісі білім. Атаның ұлы атасына тартып туар. Қашқаридің әлем картасы. Осы тайпаның таңбаларын талдаған Потаниннің айтуынша, оның сызбасы 3 қиғаш сызық. Оның жоғарғы жағында жұлдыздардың бейнесі салынған. Сол жағында садақтың бейнесі орналасқан. Бұл сурет жартаста бейнеленген бір қатар суреттерімен сәйкес келеді. Тайпаның атауы Қашқаридің Булан деген сөздің үркер атауына жақын мағынаны білдіретін сөз. Бәйтерек қыпшақтардың уранының аты. Ол қыпшақтардың ата-бабасы дүниеге келген ағаштың нышаны болып табылады. Махмуд Қашқари ерекшеліктері. Түркі халықтарының ортақ әдеби мәдени негізін зерттеуге жол ашты. Түркі тілдерінің лексикалық, фонетикалық, грамматикалық ерекшеліктерін талдап жүйеледі. Мәдени және тарихи дерек көзі 11-ші ғасырдағы түркі қоғамының тұрмысы, дәстүрі, наным-сенімдері туралы құнды ақпарат берді. Сонымен қатар, ол көне дәуірдегі түркінің әлемдік картасын жасап, онда Барысхан, Баласағұн, Тараз, Екі-өгіз, Қашқардан бастап түркі дүниесінің ежелгі шаһарларын, елді мекендерін түгел дерлік көрсетеді. Бұл ретте оны түркі жұртының тұңғыш энциклопедиялық анықтамалығы десе де болады. Пікір қалдырған жазушылар. Ахмет Байтұрсынұлы түркі тілдері мен жазуы туралы еңбектерінде Қашқаридің Диуани лұғат ат-түрк еңбегінің маңыздылығын атап өткен. Мұхтар Әуезов ол Қашқаридің түркі мәдениетіндегі рөлі туралы өз еңбектерінде айтып, оның ғылыми мұрасын бағалаған. Әбіш Кекілбаев тарихи шығармаларында Қашқаридің еңбегінің маңыздылығына тоқталып, оны түркі өркениетінің ұлы ойшылы деп атаған. Рахманқұл Бердібай Қашқаридің еңбектерін зерттеп, оны түркі тіл білімінің бастауы ретінде қарастырған. Олжас Сүлейменов аз ия еңбегінде Қашқаридің түркі мәдениеті мен тіліндегі орны туралы жазған. Қорытынды. Өзі жайында түркілер арасында қызыл тілге ең шешені, ең әсерлі әңгімешісі, ең жақсы білім алған білгірі, ең текті дәулеттен шыққаны және мықты найза лақтырушысы болғандықтан, олар мекен еткен барлық шаһарлар мен аймақтарды аралап шықтым деген болатын Қашқари. Сұрақ-жауап айдарына кезек берсек, Махмуд Қашқари кім? Және де Махмуд Қашқари қай қалада білім алған? Сұрақтарға жауап беріңіздер. Махмуд Қашқаридің қандай еңбектерін білесіздер? Махмуд Қашқари Диуани лұғат ат-түрк еңбегін қандай мақсатта жазды? Және оның негізгі ерекшеліктері қандай? Махмуд Қашқари кімдер жайлы пікір қалдырған? Диуани лұғат ат-түрк еңбегі қандай қолжазбалар арқылы бізге жетті? Және оның түпнұсқалық мәселелері қалай шешілді?
Түрік сөздігінің қазақша баламасын тауып сәйкестендір. Яруқ, чек, оғыр, баз, аба, ясин, яға, егін. Осы сөздердің қазақша баламасын тауып сәйкестендіріңіз. Қазақша атаулар ауыр, шек, жаға, жарық, жасыл, базар, жиын және де аға. Келесі өзіндік жұмысты орындаңыздар. Яғни, осы сұрақтарға жауап беріңіздер. Махмуд Қашқари қай ғасырда өмір сүрген? А. 9-шы ғасыр, Б. 10-шы ғасыр, С. 11-шы ғасыр, Д. 12-шы ғасыр. Екінші сұрақ. Диуани лұғат ат-түрік еңбегі қандай ғылым саласына жатады? А. Медицина, Б. Лингвистика, С. Астрономия, Д. География. Келесі сұрақ. Махмуд Қашқари қандай халықтың тілін зерттеген? А. Араб, Б. Парсы, С. Түркі, Д. Қытай. Төртінші сұрақ. Диуани лұғат ат-түрік еңбегі қай тілде жазылған? А. Түркі тілі, Б. Араб тілі, С. Парсы тілі, Д. Латын тілі. Бесінші сұрақ. Махмуд Қашқари еңбегінде қаншаға жуық түркі сөз қамтылған? А. 7500, Б. 5000, С. 3000, Д. 10000. Алтыншы сұрақ. Махмуд Қашқари қай қалада туылған? А. Бұхара, Б. Отырар, С. Самарқан, Д. Қашқар. Пайдаланылған әдебиеттер тізімі берілген. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.